Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода осындай ілмелі бағанмен тоқылған тегіс шеңбер тоқимыз. Бұл тоқудың ерекшелігі, қарап отырсаңыздар, әр қатардың басындағы көтеру бағанның тігісі, яғни әдетте көтеру бағанын біз осындай мінекей 3 бос ілмек тоқу арқылы бастайтынбыз. Сол себепті осындай із көрініп тұратын. Мінекей. Ал мен көрсеткен әдіспен тоқитын болсаңыз, ешқандай ізде, тігісте көрінбейтін болады. Егер сізге осындай тоқу әдісі қызық болса, онда сіздерді менімен тоқуға шақырамын. Мінекей, жібімізге сай ілмек бізді алып алдық. Осылай саусағымыздан орап алып, ілмек бізді осылай солдан оңға қарай ілу арқылы, міне мынау төменгі тұрған жіптің ішінен осылай бір ілмек алып шығамыз. Мынау тұрған қабырғаға белгілеп қоямыз. Енді бір көтеру ілмегі. Келесі ілмелі бағанымызды тоқимыз. 1, 2. Мінекей мына жерге іліп қоямыз. Екінші бағанның жанына. Енді 1, 2 баған тоқыдық. Енді тағы да 10 баған тоқуымыз керек. Барлығы 12 баған болуы тиіс. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Енді қараңыздар. 2, 4, 6, 8, 10, 11 болды. 12-ші бағанды мінекей былай тоқимыз. Бір ілу жасап, сақинаның ішінен бір ілмекті алып аламыз. Енді қараңыздар, ең бірінші ілген ілмегіміздің қабырғасы. Соны осылай бірге іле отырып, ілмек бізімізде 4 жіп болды. 1, 2, 3, 4. Енді алғашқы үшеуін біріктіреміз. 1. Енді жібіміздің етегін тартамыз барынша. Біріктіріп. Енді екінші ілген белгіміз тұрған нүктені осылай біріктіреміз. Қатарда. Мына жерін қатты тартып тастамаңыздар, себебі бұның өзде кейін осылай босатып қойыңыздар. Мына жерде мынауда бір мынандай қабырға болып, бір баған болып саналады. Енді келесі екінші қатар осы шыққан нүктеден тағы да алып, мінекей былай бір деп тоқып аламыз. Міне мынау қабырғаны, бір қабырға өзімізден алыс жатқан қабырғаны белгілеп қоямыз. Енді дәл осы нүктеге тағы да бір ілмелі баған тоқимыз. Белгіні ілмесеңіздер де болады. Мен енді сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп жатырмын. Келесі нүктеге де қосарлы бағандар тоқимыз, ілмелі бағандар. 1, 2. Осылайша қатардың соңына дейін әр бағанға 2-2 ілмелі бағаннан тоқып шығыңыздар. Біріншісі, екіншісін жаңағындай етіп тоқып аламыз. 3-еуін алдық. Мінекей бірінші қабырғадан тағы да бір ілмекті шығарып аламыз. Ілмек бізімізде қайтадан 4 жіп болды. Оның алғашқы 3-еуін біріктіреміз. Мінекей. Екінші белгіміздің жіптің етегін былайынан шығарып аламыз. Қатты тартпаймыз, себебі мынау бізде тартылып тұрған жіптің өзде бір баған болып саналады. Мінекей, қайтадан шыққан нүктеден осылай шығарып аламыз. Қабырғасын іліп аламыз. Және осы бағанды қайтадан қосарлатамыз.
мінекей бір бағанды қосарлаттық, екінші бағанға жай бір ілмелі баған тоқимыз. Келесіге қосарлы, мінекей осы нүктені 2 рет қосамыз. Мынау нүктеге бір ғана баған тоқимыз. Мінекей осылай қатардың соңына дейін мында 2, мында 1, 2 баған, 1 баған етіп айналдыра тоқып шығыңыздар. Мінекей мында қосарлы баған тоқыдық, мында жай 1 баған қана болуы тиіс. Оны да біз алдыңғы қатардағы іс-әрекетті жасаймыз. Ол үшін бірінші белгімізді шешіп, сол мінекей сол қабырғадан тағы да бір жіпті алып шығамыз. Мынау нүктеден шештім белгіні. Келесі 4-ші қатар. Осы нүктеден қайтадан тоқимыз. Мында мінекей бізде қосарлы баған, мында жай баған. Осы жай бағанның үстіне тағы да қосарлы баған тоқимыз. Ұмытпай тұрып белгімізді іліп қоямыз. Қайта осы нүктеге тағы да бір ілмелі бағанды тоқимыз. Келесі мында бір-бірден ілмелі бағандар тоқып, одан кейін мына жерде қосарлы баған тоқимыз. 1, мында 2 баған тоқимыз. 1 және қайтадан осы нүктеге 2-ші баған. Мінекей осылай қатардың соңына дейін тоқимыз, мында кездесеміз. Мінекей соңғы баған. Белгімізді шешеміз. Нүктеден алып шығамыз. Келесі 5-ші қатар. Қайта осы нүктеден алып белгімізді іліп қояйық. Бізде мұнда қосарлы баған болғандықтан үстіне жай бағандарды тоқып шығамыз. Мінекей қосарлы бағаннан кейін мынау нүктеде біз қосарлатамыз, қосамыз. Прибавка тоқимыз, яғни 1 және осы нүктеге қайтадан 2-ші мінекей 1 бағанды 2 баған етіп қостық. Ары қарай 3 жай баған тоқимыз. Одан кейін мынау нүктеде қосарлы. Осылайша 3 жай баған, 1 қосарлы, 3 жай баған, жай қосарлы етіп тоқып, қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Соңғы баған. Мінекей 5 қатар тоқыдық. Мұнда сіздерге түсіндіріп кетейін. Қазір қатардың басын бастап алайық. Осы нүктеден қайтадан. Келесі бағанға да жай баған тоқимыз. Мінекей 3 жай баған тоқып алдық. Мұнда сіздерге түсіндіре кететін жайт, мен шеңбер тоқығанда ешқандай сұлба қолданбаймын, себебі мынау принцип бойынша тоқимын, қараңыздар. Мінекей 2-ші қатарда міне бізде қосымша қосарлы баған тоқылды, иә? Мінекей 2-шісіне қосарлы баған
біткен, мінекей, міне қосарлы баған біткен келесі бағанның үстіне қосарлы баған тоқимын. Осы бағанымыз біткеннен кейінгі келесі бағанның үстіне мінекей қосарлы баған. Солай осылай жылжытып отыра тоқимын. Сол кезде біздің шеңберіміз тегіс, ешқандай бұрыш-бұрыштары шығып тұрмайтын болады, тек тегіс қана. Және мынау жасап жатқан барлық манипуляция дейміз ғой, осының барлығы біз тоқу барысында ешқандай із көрінбей тұру үшін. Әдетте тоқыған кезде біздер үш жай баған тоқу арқылы көтереміз, қатарды. Олай үш қатармен, үш бағанмен көтеретін болсақ, мұнда бізде осында ізі көрініп тұрады. Ол кезде көтеру бағандарының, көтеру ілмектерінің іздері көрініп тұрады. Осылай тоқу арқылы бізде шеңберіміз біркелкі тегіс болып тоқылады. Шеңберіміз кішкене былай дөңгеленіп тұрғанына мән бермеңіздер. Оны үтіктің буымен өңдеп алғаннан кейін шеңберіміз теп-тегіс болып шығады. Мінекей, енді қараңыздар, бізде мұнда қосарлы баған тоқылды. Содан кейінгі бағанның үстіне қосарлы баған тоқимыз. 2, 1 және 2. Келесі бағанымызды іздейміз. Мінекей, мұнда қосарлы баған. Осыдан кейінгі баған үстіне қосарлы тоқимыз. Демек, ортасындағы 4 баған бізде жай ілмелі баған болып тоқылады. Мінекей, бірінші ілмелі баған, екінші, үшінші және мінекей төртінші. Енді төртінші бағаннан кейін мына бағанның үстіне бізге қосарлы баған тоқылады. Осы принцип бойынша өзіңізге қажетті диаметрге дейін тоқсаңыз болады. Мен осы қатарды қазір аяқтап, сосын сіздерге қатарды қалай біріктіру тәсілін көрсетемін. Қатардың соңына дейін өзіңіз тоқи берсіңіз. Мінекей, мен жібім аяқталды. Енді қараңыздар, мына жерде бізде осындай көрініс болып тұр. Мынау жібімізді біз мынау ортасына бір қатарды қалдырып, келесі қатардың төбесінен алып шығамыз. Мінекей, енді мынау шыққан жіптің нүктесіне қайтадан кіргіздіруіміз керек. Сол үшін біз артқа жағынан осылай жіптің етегін өткіздіреміз. Міне сол кезде бізде жиектері шеңбердің біркелкі болып аяқталады. Мінекей, мен жаңа жоғарыда айтқанымдай, көтерілу бағанын егер 3 бағанмен тоқитын болсақ, 3 ілмекпен, мінекей, бос ілмекпен, ол кезде осында бізде тігіс көрініп тұрады. Мінекей, қай жағынан бұрсаң да, ол тігіс көрініп тұрады үнемі. Мынау тоқудың бір ерекшелігі, осында ешқандай тігіс көрінбейді. Мен мынау тоқымамды бумен өңдеп алдым. Мынаны әлі өңдемедім. Бумен өңдегеннен кейін мынау тоқылған бағандардың қабырғалары біркелкі болып, мінекей, осылай біркелкі болып тұрады. Сол себепті осы тоқуды таңдасаңыздар, бұл жерде ешқандай тігіс көрінбейді. Егерде видео ұнаса сіздерге, видеоға лайк басып, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.